Сәлеметсіздер, сегізінші класста геометриядан түзетін теңдеу деген тақырыпты өткенге қайта білімдерін балалардың тексеруге мынандай ойын құрадым. Бастау дейсіздер сұрақтар пайда болады. Мысалы, -1 және -3 нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін тап дейді. Ол бізде әрине 3х қосу 4y қосу 1, x қосу 2, y қосу 3 тең 0 түзуінің y көсімен қиылысу нүктесін тап дейді. Енді ол бізде 0 да -1,5. Келесі 3х қосу 4y тең 12 түзуінің y көсімен қиылысу нүктесін тап дейді. Ол бізде 4 да 0. m2 да 3 нүктесі арқылы өтетін және y көсіне параллель түзу теңдеуі. Ол бізде y тең 3. m2 да 3 нүктесі арқылы өтетін және y көсіне параллель түзу теңдеуі. x тең 2. x қосу 2 -5 тең 0 түзуінің бойында жататын нүктені тап. Мынаның бойында жататын нүкте болса, ол теңдік орындалу керек. Ол бізде мынау m2 да -1 нүктесі қай түзудің бойында жатады дейді. Жаты жоқ, теңдік орындалу керек. Енді ол бізде мына орындамайды. Мынау бізде орындайды. Керемет. Міне өстіп аяқталады.